Мында мына қазіргі физикалық денемізде құрылысшының қуаты оянды қазір қуат. Тәп осы анау қыркүйек айының 7-сінен бастап, 7-сінен сол өтеді 9-шы ай, 7-ші күн, 7-ші жұлдызы. Сонда бір рет мына жақта ұрды. Содан ұрғаннан кейін қолма-қол. Кешке таман уже тамақ батпады. Кешке таман көп тамақ ішетін бұрын. Тамақ батпады. Жатып, ұйықтап, уже таңертеңнен нелерді сол гиперкеңістіктің бір шетін көрдім барып, сол жерде алдым мені. Сондай жолда нелерді көрдім өзіміздің нелерді, ана галактикадан. Сол жерде жер ұйып тұратын болатын галактиканы көрдім. Енді түсінікті, қай жаққа жатқаны дайындыққа. Содан бастап, енді етте батпайтын болды, балықта батпайтын болды. Тіпті анау ірімшік, кілегей, сол күріш, каша жасап, гречка, жүгерінің несі, соның бәрін. Бала сияқты. Сүт қосып, каша пісіртетін жейтін болды. Әлсіреген жоқпын. Жұмыс істеймін. Үйдегі жұмыстарды. Онда қуат кірген есімізген тағында 7 күннен кейін 14-ші, 15-ші, әсіресе 16-ші жұлдызда, сонда 16-ші жұлдызында 28 жыл болды. Бірінші өмір еске келгені. 76-ші жылда 16-ші жұлдызында сонда Лермонтовтың несі, соның бірінші ашылды. Сол күн ашылғанда тағында гиперкеңістікке мен алды солар, сол құрылысшылар. Содан кейін 22-ші 21-ші сол қыркүйектің жұлдызында былай енді ашылды. Планның бір шеті ашылды. Ол жыл өте маған оны кітапты ашқан жоқпын. 75-ші жылда сол сағат 2-де таман сол заводской паркта отырғанда, заводской паркта клумбаға, гүлі егілген жерге. Тәп сол 21-ші сол қыркүйектің айында сонда отырғанда бір жел соқты, кішкентай жел. Жел соққанда жапырақтары түсіп жатыр, сол желдің ішінде әйелдің бір жасы дауысы шықты. Жаңа цивилизацияны басқарасың деп. Шошып кетті. Кімсің? Бұл қайдан шыққан? Бәр жағынан қарайым, обед уже бітті. 1,5 сағатта бітті обед. Бір адам жоқ, бұлай қарадым. 100 метрдің қасында бір адам жоқ. Вообще өтіп бір жатқан адам да жоқ. Бәрі де жұмыстар. Деген баж еттім. Не үшін? Не үшін мен таңдадым десем? Үндеген жоқ. Не басқа табылған жоқ па адамдар? Деген белгі адамдар атын шығарып жатыр. Дауыс айтты. Сен сайландың деді. Бұл екі-ақ сөз. Анау бірінші сөзі жаңа цивилизацияны басқарасың деп, 3-ақ сөз. Енді екі сөзден ешқашанда ондай естіген жоқпын. 2-ақ сөзден онда мен тәп 30 жастамын. 30 жаста. Содан ашыла болатын болды. Мен өзім ойладым. Елестеген шығар. Мүмкін емес. Мен кіммін? Кіммін мен? Бұл дүниеде. Жай инженермін, жарайды, компьютерді жақсы үйренемін. Бірақ менің деңгейім қалай, олардың деңгейі қандай. Бірақ ақырындап сонда тәп сол 22-ші осы жылда 28 жыл болды. Бірінші өмірдің ашылғаны 30 жыл болды сайланғанға. 30 жыл. Бәрі сол нелер даталар бәрі де соған қосылды. Осы жылға. Өзімнің жұмыс істегеніме 40 жыл болды стаж. 65-ші жылда институт бітіріп. Мынау мекемеде жұмыс істегеніме 15 жыл болды. Осы мекемеден пенсияға шықтым. 15 жыл. Соның бәрін өте
даталар сол, жақсы даталар. Содан енді менің ойымша қазір жаңа енді 60 жасқа келдім пайғамбардың жасына. Бірақ ол қосымша жоқ, ол менің қосымшасым 7-ден. 35 жаста 35 жасқа келгенде қиратушы болып сайландым, қиратушы. Ал 60 жасқа келгенде енді құрылысшы болдым. Құрылысының енді қазір басталды. Оқу несі бітті 14 жыл. Қанша? 91 жылдан дайындалды. Енді ал қазір енді бірінші класс. Қалай болса да. Енді оқу басталды. Енді маған жыл артқа енді шегінетін жол жоқ. Жол жоқ, мен өзімді шегінбеймін. Қуанып, әбден қуанып кетіп қалдым. Көңілім көтеріліп жұмысқа кірістім. Не болатын әлі білмеймін қандай. Бірақ ғарыш тарихында ешқашанда топырақ дүниеде 7-ші сатының құрылысы болған жоқ. Ол мүмкін емес. Ол галактика. Бір-екі рет болған 6-ші сатының 7-ші деңгейінің құрылысшысы ол күн рухы, жұлдыздардың рухы. Қиын уақытта болғанда, қиын соны орны солдыруға бір-екі рет болған. Оны әлі шыдауға болады. Ал топырақ дүниедегі 7-ші деңгейдің қандай шамасы бар, қандай құқы бар, оны Тәңірден басқа ешкімді білмейді. Ғарыш тобында, құрылыстың тобында, ондай оқи ешқашанда болған жоқ, енді болмайды. Енді қиратушы үшін сол енді сондай не жасалды, амалсыздан. Не оны алу керек, не оны сондай деңгейге шығару керек. Ал шығарғаны кен қазір енді оның қалай болатыны, не болатыны өзім білмеймін. Қандай шамасы бар, қандай несі бар, былай енді еске келетін не жоқ. Бірақ менің ойымша 7-ші деңгейге жеткен құрылысшыға қандай болса да бірақ өтініш орындалуға болады. Қандай болса да. Қандай? Менің өтінішім, мен уже айттым оны өтінішімді. Бірінші рет жер дүниенің біздің жердегі тарихта бірінші рет ашық ғарыштың басқа цивилизациядан келген кемесі қонып солармен кездесу болсын. Бірақ түк қазақтың жерінде. Қазақтың жерінде болғанда олар ашық айту керек. Біздің келгеніміз қасиетті жер, 7-ші құрылысшының берген елінің жеріне келіп қонып жатыр, соның шақыруымен. Содан бұл жер енді өмір бақи жер дүниедегі қасиетті жер саналады. Деңгей басқаша. Содан қазақтың елінің жерінің статусы басқаша болу керек. Ғарыштың қорығы деген. Орысша айтқанда космический заповедник. Ал оның қорығының өзінің заңдары қосымы басқаша. Ол қорықта жер дүниенің заңдары таралмайды. Сонда да адамның құқы сақталуы деген. Оның несі кім болса келіп осы жерге қону, осы жерде тұру, бір немені жасау, бір немені құру, заповедникті қорықта. Ондай шама жоқ. Сыртқа шық, аша бер казинаңды, аша бер анауыңды, мынауыңды, сұмдықтарыңды. Қорықтың ішінде қазақтың заңынан, тұрмысынан, тәртібінен, киімінен тағым басқа, ешқандай. Басқа елдің қандай деңгейі болса да, цивилизация биік болса да, болуға мүмкін емес. Мүмкін емес. Транспорт келе жатқан, ұшып бара жатқан кеме, самолеттар бұрылып кету керек. Бұзса, шеттен
көтерілген самолеттер көтеріліп тасталқан шығару керек. Тасталқан шығару керек. Несі болмаса, ООНның рұқсаты болмаса, тасталған шығару сөзі жанды. Аямай. Онда 6-шы сатының жерде тұруға шамасы болады. Шамасы. Дамуға 6-шы сатының. Қазір жүрген балалар, көбісі қазір 6-шы сатының балалары, дарынды балалар әсіресе. А болмаса онда жердің несі бәрі шешіледі. Кеме келеді, ұрықтарды алып кетеді 6-шы сатының балаларын. Жерден тіпті молекул да қалмайды, атом да қалмайды. Бір рет тұрғанда гравитационный двигатель қалады, лептондары, нелері, атомдары қалады. Бірақ одан енді ешқандай зиян шықпайды. Люцифердің зияндары. Сол. Бірақ астрал дүниесі сол алтында қалады ғой, е? Жоқ, ода жойылады. Бәрі жойылады. Астрал дүниесі мында тасталған. Әйтсе, астрал дүниеде сайтаның несі бар. Мен тал дүниенің оның ойлары жүрсем, бәрінде полностью дезинфекция дегенде болды. Дезинфекция. Тіпті күн өзі жарыласын екен артынан. Жарылағанда ол өсе береді қызыл шар дегенді соны. Қызыл гигант дегенді соны. Сонда оның несі Марстан артып кетеді. Өлшеміз соны. Сонда соның оттында, соның несінде қызуынан жерде тіпті таста қалмайды. Тіпті нелер молекулы бәрі жанып кетеді соның несінде. Бірақ күнде өледі сонымен. Рухы бірақ өлмейді. Рухы ғарыштың оралады несіне, тобына, құрылыстардың тобына. Бірақ біздің күніміз бітеді сонымен. Жұлдызымыз. Біткенде ол өз міндетін орындайды. Ол 6-шы сатының балаларын берді ғарышқа. Олардан сөзсіз бәрді құрылысшылар шығады. Талай мың жыл, миллион жыл күткен құрылысшылар енді жердің еден соған қосылады соның. Ғарыш құрылыстардың тобына. Олар қосылғаннан кейін бәрі ғарыштың өлу цесі тез дами бастайды. Оның себебі жерден осы несінің бәрі несінен өткен балалар Люцифердің несінің қыспағына ұсталмаған. Өте бағалы олар. Ғарышта олар саналған бәрді. Бірақ бәрді өте сенімді. Енді нағыз қандай қиын жұмыс берсе, бәрінде ол орындайды. Сол жерден баласы. А көбі сол 90%, кем 90% сол жерден шыққан құрылыстар қазақтың балалары. 90%. Оның өлшемі ғарыштың несі енді ол басқаша біздің бізге ұқсамайды. Біз не ақылын бағалаймыз, оның іскерлігін, ол жерде мейірмандық. Анағыз мейірман жерден халық енді бәрді біледі қазақтың басқаша. Қазір кинофестиваль өтіп жатыр. Мақтап жатыр бәрді. Ана Ван Дам айттық, мен өшіге келіп фильм түсіруге дайынмын деді. Не үшін деп едік? Қазақтың жері ол қасиетті жер деді. Біз бәріміз білеміз. Жер неге қасиетті жер? Бұл жерде маған жұмыс істеуге ыңғайлы болады деді. Ыңғайлы болады. Қасымызда Үңгіртас деген бар жер. 80 километр, 80 шақырым. Мынау Бешкекке бара жатқанда Самсы деген несі бар? Аялдама. Соның ар жағында Үңгіртас. Үңгіртастың қасиеті мынау спутниктан түсіргенде космостан оған қуат кіреді екен. Оны жердің кіндігі деп санайды. Жердің кіндігі. Оның себебі оны бірінші рет біз емес американдықтар біліп қойыпты. Сонда қазақ мемлекетінде өтінішін айтыпты. Мынау жерді бізге сатыңыз. 200 миллион доллардай. Үңгіртасқа сатыңыз, біз о жерде комплекс қойып, жақсы гостиницаларда, мейрамханада сөйтіп құрып, соны туристический центр жасауға. Бірақ батқан жоқ біздің, берген жоқ. Бірақ Үңгіртасқа қазір енді сол жерде Шопан апай отыр, шырақшы болып. Оның бір қуысы бар, и несі бар, қорасы бар. Ол қорадан жаман адам өтелмейді. Жақындаса жын ұрады оны. Жын ұрады,
құсат, естен айырылады сондай не, соның есі қасиеті. Өзі де айтады, кейбір уақытта мен де жібермейді дейді, аруақтар. Аруаққа сенеді, мен де жібермейді. Енді оның бекер емес ол. Жердің кіндігі төбе тұрған. Алматының қасында ғой. Нью-Йоркқа қарағанда ол пригород Нью-Йорктың есі. 80 километр қалар жұмысқа барып сөйтіп. Аға, күміс планета есіңізге келе ме? Келеді. Ана бірінші көшіп кеткен. Иә. Оларды көріп тұрасыз ба? Жоқ. Олай ма? Олар сыртынан көрем галактиканы. Планетаға мен жібермейді. Ғарыштың заңы дұрыс. Енді олар эволюцияның жолымен бара жатыр, оған кірісіп, тиісіп, бірдемен елестетуге болмайды. Бұзылып кетеді. Ол өздері, өз күшіне сеніп, жылжу керек. Олар сонда көбейді ғой, иә? Бұрынға қарағанда. Әлде? Жоқ. Қонған жандардан басқа жан жоқ қой, о жерде. Қанша келді, манадалар. Біреуісі астрал дүниесінде, біреуісі ментал дүниесінде, топырақ дүниесінде әлі жоқ адамдар. Сол себепті көбей алмайды, иә? Иә, көбей алмайды. Келген адамдар, онда топырақ дүниеге қонған адамдар, онда біздің жерден, гиперкеңістіктен мына модульдерді тартуға болады. Ал топырақ дүниесінде адам жоқ болғаннан кейін қалай не болады? Ғарыштың заңы орындалады, 4-ші заңы. Оборот. Өмірдің обороты. Орындалмайды. Қанша ол 20 мың сөзді өтті? Сол немен өтіп жатыр? Біреуісі ментал дүниеде енді оралуға шамасы жоқ. Оралу үшін топырақ дүниедегі адамдар болу керек. Әйелдер өмір өту керек. Еркегі қосылып. Анау астрал дүниесінде бара жатқан адамдар тозғаны, қартайғаны ментал дүниеге өтіп жатыр. Сонда астрал дүниедегі уже адамдардың уже талай уже кетті уже тозып жатыр. Топырақ дүниеден келмесе, онда бәрі де, онда несі бұзылады? Космос заңы бұзылады. Бірақ олар ешқада кетпейді ғой. Ментал дүниеден гиперкеңістікке бара береді. Бірақ одан несі план космостың несі орындалмаған деген. Сонда қалай болса да бұл жерге кеме келу керек. Жақсы жолмен, жаман жолмен де, бірақ бір топ қазақтың адамдарын, қаймақ өзіне қазақтар, көшпенділер алып кету керек. Топырақ дүниесі қондыру. Иә, мінеке, Аташкинді дейді. Жүр, анда жүр кеттік Аташкинді. Шақырып жатыр. Бұл бастық бұл генерал. Маған беріп қойсын. Құп болады. Зилсің. Мінеке. Пошли. Ау. Очень хороший карман. Не надо больше. Аға кішкентай Есукенмен серуенде келе жатыр. Тәңір. Да, сенік,
dedik ha. Öte batıramız ki. Öte batıramız. Adası maşineleri жақсы көреді. Maşinенің маркасын бәрін де біледі. Нағыз жақсы көретін машинасы ЗИЛ. Екіншісі КамАЗ. Жеңіл машиналарды бесіде. Нағыз жақсы көретін ЗИЛ. ЗИЛ көрсе, қазір бар. Сейчас будем смотреть, сейчас ЗИЛ придет. Onda bұрынғы өмірмен байланысы ма бұл? Я сол техникаға байланысы бар шығар. Мүмкін автомобиль конструкторға шығар. Анзил фит. Сол машиналардың бәр маркасын дыбыстан айыру. 2 жастағы бола. Он зил тұраны, көк зил тұраны жақта. Спид зил. Баялған жоқ әлі зилдары, қазір келеді. Маленький зил, маленький. Жетті жираф деген. Африкадан келген сон хайванаттар. Сонда оны жираф емес, ана зил келді дейді. Зил. Сол зил келген, мен тамақ анауына алып келіп сол зил. Соны жираф емес, зилді қуанып жатыр көрді. Анау жираф, ана жираф деген жоқ, зил келді дейді.